Қоғамдық пікір дәстүрлі және жаңа медиадан алынған жаңалықтар мен басқа да ақпараттардан қалыптасады. Біз көбіне ақпараттарды манипуляциялық әсерге ұшырай отырып, шындық ретінде жиі қабылдаймыз. Ғасырлар бойы билік үшін ақпарат қоғамдық пікірді басқару құралы ретінде болды. Мысалдар өте көп. Тарихи фильмдерде байқасаңыз немесе оқысаңыз, билеушілердің аулаларында қоғамдық пікірмен айналысатын жеке адамдар болған. Англияда лорд канцлер, шығыста уәзір және тағы басқа. Олар өтірік шын аралас әңгімелер, аңыздарды насихаттау арқылы халықты өз ырқына қарай бір пікірге бағындырған. Интернеттің пайда болуы жалпы коммуникацияны түбегейлі өзгертті. Бұрын ақпараттың өндірісі мен таратылуы біршама уақыт пен қаражатты қажет етсе, қазір кез келген адам әртүрлі форматта, яғни видео, мәтін, аудио арқылы өз бетінше хабар тарата алады. Instagram, Facebook, WhatsApp және тағы да басқа Қазақстандағы танымал әлеуметтік желілер үлкен көлемде мәлімет алмасуға мүмкіндік береді. Осылайша, жалған жаңалықтарды тарату еш кедергісіз, жылдам дүние жүзіне тарайды. Манипуляторлар көбіне мынадай қағидаларды ұстанады. Ақпаратты бөлісу. Бұл батырманы бірнеше әлеуметтік желілерде пайдаланамыз. Мәліметті тексермей тарату арқылы желі пайдаланушылары жалған ақпарат таратушыға бірден айналып шыға келеді. Оның авторы мен дерек көзі қайдан деген сұрақтарға бәрі дерлік жауап бере бермейді. Ал көп пайдаланушы бөліскен ақпарат адамға сенімді болып көрінеді. Жалған хабарлар адамның эмоциясына қатты әсер етеді. Жалған ақпарат беруші шұғыл көмекке мұқтаж балалардың, әйелдердің, қарттар мен жануарлардың бейнелерін пайдаланады. Пайдаланушы жақсы әрекет жасайтынына сенімді бола отырып, оған тартылады. Манипуляторлар интернет кеңістігінде әділетсіздік туралы түрлі әңгіме мен сторителлингті табысты пайдаланады. Әлсіз адамды күші басым адамның басынғанына немқұрайлы қарау қиын. Сол себепті оқырман деректі таратумен немесе флешмобпен қолдау көрсету үшін барлық досына жолдайды. Мысалы, арыста болған жарылыс бәріміздің есімізде болар. Әлеуметтік желілерде осы бейнероликті көргенде боларсыз. Тексере келе, видео арыста емес, Украинада болған жарылыстың көрінісі болып шықты. Мұндай мысалдардың бірнешеуін келтіруге болады. Түйін. Ағылып келіп жатқан барлық ақпаратты таратуға асықпаңыз. Жақыныңыз жіберген болса да, ақпаратты таратушының аты жөні немесе сілтемесі болмаса, шынайылығына күмән келтіруге болады. Бұлайша айтқанда, сеніңіз, бірақ тексеріңіз.